құрметті көрермен, сіздермен еркін сұхбат айдары. Бүгін бізде қонақта Қазақгаз аймақ Маңғыстау өндірістік филиалы Мұнайлы аудандық газ шаруашылығының газ өткізімі бойынша бас маман Үстір Ілиясұлы, қош келдіңіз. Қош көрдік, шақырғаныңызға рахмет. Ең алдымен өзіңізді қысқаша таныстырып өтсеңіз. Менің есім Үстір, Қазақгаз аймақ акционерлік қоғамы Маңғыстау өндірістік филиалы Мұнайлы аудандық газ шаруашылығының бас маманы қызметінде жұмыс атқарамын. Бұл салада жүргеніме 3 жылдай уақыт болған екен. Жақсы, рахмет. Енді өзіңіз айтып өткендей, бұл салада жүргеніңізге 3 жыл көлемінде уақыт болыпты. Ал енді осы газ саласына сіз қалай келдіңіз? Газ саласына келуім негізі өзім техникалық бағытта қызығушылық болғаннан кейін және техникалық бағытта оқу орнын бітіргеннен кейін, сонымен қатар газ саласы еліміздің энергетика және инженерлік жүйесінде стратегиялық маңызды сала болғаннан кейін осы саланы мақсат етіп осы салаға келдім. Тамаша. Жалпы қазіргі таңда белгілі бір сала, яғни белгілі бір маман иесі болу үшін небір қасиеттерді, талаптарды қажет етіп жатады. Сіздің ойыңызша бұл салада жұмыс істеу үшін негізгі 3 қасиетті атап көрсеңіз бе? Газ саласында қызмет ету үшін 3 қасиет десеңіз, бірінші жауапкершілік, яғни газ қателікті кешірмейді, жауапты болу қажет. Екіншісі жұмысына адалдық, газ желісіне заңсыз қосуларды болдырмау мақсатында. Үшіншісі ұқыптылық, бұл жаңағы техникалық құрылғыларға да ұқыптылық, сонымен қатар жаңағы есептеу жүйесінде де қателік жібермеу. Расында да сіз айтқан қасиеттерсіз бұл саланың жалпы майталман маман болуы мүмкін емес секілді. Ал енді өзіңізге оралсақ, сіз енді осы газ өткізімі бойынша бас маман ретінде негізгі міндеттеріңізді атап көрсеңіз. Негізгі міндетім бұл салада газ өткізімі бойынша жүйесін талдау, газ өткізімін, сонымен қатар көрсеткіштердің дұрыстығын тексеру, сосын заңсыз қосуларды алдын алу, сосын коммерциялық шығындарды болдырмау мақсатында осы шараларды ұйымдастыру. Жақсы, рахмет. Ал енді негізгі қазіргі таңда жасанды интеллект даму үстінде, яғни қазіргі таңда кез келген қоғамда, кез келген салада жасанды интеллект өзінің ойып тұрып орын алып жатыр. Ал енді сіз газ өткізімі бойынша бас маман ретінде жасанды технологияларды қолданасыз ба? Жасанды технологиялар осы газ саласында газды өткізімі бойынша және газды есептеу жүйесі бәрі автоматтандырылған деректерде сақталған, яғни автоматтандырылған жүйеде жұмыс жасайды. Сонымен қатар қазіргі уақытта тұтынушыларға Қазақгаз аймақ мобильді қосымшасы көрсетілді. Бұл мобильді қосымшаның негізгі қызметі бұрын көрсеткіштерді жіберу бақылаушылар арқылы жүзеге асатын болса, қазіргі уақытта бақылаушыларды күтпей-ақ тұтынушы өзі есептеу құрылғысындағы көрсеткіштерді мобильді қосымша арқылы суретке түсіріп жібере алады. Осы кезде жасанды интеллект қолданылады, яғни суретке түсіріп көрсеткіштерді жіберу кезінде қателіктер болған кезде, яғни дұрыс түсірмеген, бұлдырлатып түсірген болса, онда кері қайтарып, ескерту беріп, қайтадан жіберуді ұсынады. Тамаша. Ал енді бізде жалпы президентіміз осы 2026 жылды жасанды интеллект және цифрландыру жылы деген болатын өзінің жарлығында. Болашақта енді жасанды интеллект осы салада қаншалықты маңызды рөл атқарады деп ойлайсыз? Цифрландыру аясында негізі газ шығынын азайту жасанды интеллект арқылы, яғни ашықтық болу, халықпен осы газ аймақ өкілдері арасында ашықтық болу үшін осы жасанды интеллект қолданылады деп ойлаймын болашақта. Керемет. Ал енді жалпы қазіргі таңда жастардың көбісінің қызығушылығы осы технологиялық салаларға бұрып жатыр. Жалпы жас мамандар бұл салада табысқа жету үшін неден бастау керек? Бірінші, бұл салада табысты болу үшін білімді болу керек. Сонымен қатар сәлде болсын, газге деген қызығушылығы басымырақ болу керек. Сосын техникалық жүйелерге, техникалық
қызметтерден кішкене болсын білім болу қажет. Керемет. Ал енді кәсіби техникалық мамандарға келгісі келетін енді жастарға қандай кеңес бересіз? Бұл газ саласы негізі кәсіби техникалық мамандарға тұрақты жұмыс, сонымен қатар еліміздің экономикалық жүйесінде орны тұрақталған стратегиялық бағыт нысан десе де болады. Содан кейін жауапкершілік болса, кез келген маман әрқашанда сұранысқа ие деп табылады. Керемет. Осымен біздің сұхбат аяқталды. Ясыл, сізге сұхбатыңыз үшін көптен көп рахмет. Өте маңызды сұхбаттың бірі болды. Жалпы бүгін біз осы технологиялық мамандықтардың қоғамдағы рөлін және маңызын айшықтап алдық деп ойлаймыз. Құрметті көрермен, сіздермен болған мен Абу Әселім, арнайы еркін сұхбат айдары үшін қош, сау болыңыздар.